Біздер бүгін Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы перспектива кан шаруа қожалығындамыз. Бұл шаруа қожалықта мына көріп тұрғандарыңыздай өндіруші бұқалардан ДНК анализ жасау үшін қан алып жатырмыз. ДНК анализді міне Нұрбек ғылыми қызметкеріміз біздің Нұрбек Саттанұлы құйрықтан алып жатыр. Қан сынамаларын әр бұқадан 10 проба аламыз. Оны зертханаға апарып тапсырып, зертханада ДНК, РНК генетикалық талдау жасаймыз. Талдау барысында бізге шаруашылыққа маңызды белгілер, бұқаның ұрпағы қандай болады, ұрпағының сапасы қандай болады, тұқымы мүйізді ұрпақ бере ме, мүйізсіз ұрпақ бере ме, және ет өнімді көрсеткіштері, еттің сапасы, сондай бағыттағы ДНК талдау сынамалары жүргізіледі. Нәтижесі біздің ғылыми жұмыстарымызда көрсетілетін болады, және шаруашылықтың өзіне беретін боламыз нәтижесін. Соған сәйкес, мына бұқаның мысал үшін ұрпақтар нашар болатын болса, кілең мүйізді болатын болса, немесе ет өнімділігі нашар болатын болса, бұл бұқаны значит браковать етеміз. Өндірістен алып тастаймыз. Селекция генетикалық дәрежеде жүретін болады уже. Сыртқы түріне қарап емес, уже генетикасына кіріп жатырмыз.